Ақтауда жыршы термеші Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Ақкенже Малаеваның шығармашылық кеші өтті. Өнер иесі өңірдегі талай рухани мәдени іс-шаралардың жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан. 1988-98 жылдар аралығында Ақтау қаласындағы Арман мәдениет үйінде еңбек еткен. Колледжінде дәстүрлі ән жырларды өнерпаздарға үйретіп дәріс берді. Абыл Тарағұлы атындағы балалар өнер мектебінің халықтық ән сыныбының оқытушысы қызметін атқарды. Өнерге өмірін арнаған Ақкенже Өмірбайқызы 2000 жылдан бастап Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде мәдени шараларды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы болып, көркемдік бөлімінің бастығы, кешен директорының шығармашылық жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарған. Ақкенже Өмірбайқызы жеке шығармашылығымен қатар ғасырлар үні, жыр ғұмыр, сазды әуен, сырлы әуез сияқты байқауларды өткізді. Сондай-ақ ол көп жылғы еңбегінің нәтижесінде республикалық халықаралық байқауларының жеңімпазы және жүлдегері атанды.